Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге салмасы қуырылған картоп пен капустадан болатын пирожки жасап көрсетемін. Пирожки өте дәмді. Міне ішін үзіп көрсетемін. Тестасы жақсы көтеріледі. Бірінші салмасын дайындап аламыз. Картоп пен капустаны турап аламыз. Оларды қуырамыз. Бірінші қызып тұрған майыма картопты салып қуырам. Дәміне қарай тұз, пияз салам, бір пияз турап оны да араластырып қуырамыз. Сосын үстіне бұрыш саламыз. Бұрыштан кейін туралған капустамызды салып араластырып қуыратын боламыз. Осылай қуырылады. Енді менде теста заморозительдеген теста. Содан пирожки жасайтын боламыз. Тестаны шығарып қойсақ, 4 сағаттан кейін осылай қайтадан көтерілетін болады. Осыдан біз енді пирожкимізді домалақтап қойып қоямды, шетіне жая бастаймын. Домалақтап қойып болғаннан кейін 10 минуттан кейін өзі шамалы көтеріледі. Көтерілгеннен кейін өстіп оқтаудың көмегімен жайып алып, қуырылған картоп пен капустамызды өстіп езіп аламыз. Езілген салманы жайылған қамырымызға салып бүгеміз. Өздеріңіздің қалаған формаларыңызды бүге берсеңіздер болады. Осылай бүгіп бәрін табамызға қойып, екінші түрін осылай да бүксе болады. Бетіне жұмыртқаны сарысын жағамыз. Сөйтіп 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Аздаған күнжіт себеміз. Пирожкimiz пісті. Егер де осындай мен сияқты мұздатылған теста, дайын теста болатын болса, өте жылдам дайындалатын пирожки. Достар, жасап көріңіздер, өте дәмді, салмасы ерекше пирожки. Егер де менің рецептерім ұнаса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ішін үзіп көрсетем.